Қай сөзді жиі естисіз? Сержант мырза әлде рұқсат па? Өзімді таныстыру ететін болсам, бірінші курс рота сержанты, аға сержант Шамшаев Төрехан Қанатұлы. Енді Төрехан, сізге арналған блиц сауалнама бар. Сұрақтар қоя кетсек, жауап бересіз ғой? Әрине. Енді айта кетсек, бір сөзбен айтқанда, сержант деген кім? Сержант деген әскердің тірегі және де офицер мен сарбаздың арасындағы негізгі буын. Сержант қызметіндегі ең маңызды нәрсе не? Сержант қызметіндегі ең маңызды нәрсе ол әрине ең бірінші әрбір командир үшін, сержант үшін жеке құрамы және де жауынгерлік даярлық, физикалық дайындығы. Енді бізде сізге үшінші қоятын сұрағымыз кішкене қызық болады. Қай сөзді жиі естисіз? Сержант мырза әлде рұқсат па? Екі сөзді де көп, сержант мырза рұқсат па деген екі сөзді де көп естиміз. Біз блиц сауалнаманы жалғастыратын боламыз. Мінсіз сержант қандай болу керек? Мінсіз сержант деген өз жеке құрамына адал болу керек бірінші кезекте. Және өзгеге үлгі болатындай білімін де, шеберлігін де көрсете білу керек.